Ауф дейтін сахаба болған. Бүкіл, мен сіздерге айтайын, бүкіл бизнесмен Абдурахман ибн Ауф сияқты бай болғысы келеді. Себебі Абдурахман ибн Ауф деген сахаба байлығы соншалықты көп болған. Қазіргі таңдағы байлардың байлығы оның байлығына жетпейді әлі күнге дейін. Ешкім. И самое интересное, оның қазіргі ұрпағына дейін бай. Аллах сондай береке беріп қалған. Себебі живой история бар. Абдурахман ибн Ауфтың бір ұрпағының машинасына біреуді отырғызып алған ғой, біздің қазақ бауырымызды кетіп жатқан ғой, жамияда оқиды, жаңағы неде, университетте. Соған такси ұстап тұрған кезде бір машина келіп тоқтады, міндім, танысып кеттік екеуміз. Сөйткен кезде Абдурахман ибн Ауфтың ұрпағымын деп айтты дейді ана кісі. Біздің сосын неге айтты дейді, потому что мен ақша беріп жатыр едім, алмады деп айтты дейді. Ертең менің атам көретін болса, бұл нәрсені мен атамның алдына ұятқа қалдырма деп. Себебі біз көмектесеміз керісінше депші. Сөйтіп мен түсінгенім, ол кісінің байлығы, дүниеви байлығынан бұрын рухани байлығы мықты болғанда, себебі ұрпағына дейін жетіп тұр ол байлық. Сол себептен мен сол кісі сияқты рухани бай болғым келді. Мен сол кісі сияқты тақуа болғым келді. Мен сол кісі сияқты тақуалық, ол қалай бай болды? Материальный байлығынан бөлек, значит, ол бірінші рухани бай болды. Алламен қарым-қатынасы мощный болды. Сол себептен оған дүние артынан қуытты оның. Себебі ол көшеде кетіп бара жатып, тас теуіп қалсам астынан алтын тауып алатын болған. Ақша қуат оның артынан. А біз всегда ақшаның артынан қуамыз да.